Сәлем, бүгін екі түрлі бұрышпен құрақ тігетін боламыз. Бізге керекті заттарды түгелдеп алайық. Бірінші астар керек болады. Өлшемі 16-16. Көзіне екі түрлі матаның біреуін қоямыз. Мен бұл жерде пепельный түсті таңдадым. Лентамыздың ені 2-7 см. Өйткені біз 4 қатар ет тігеміз. Бұрыштарының өлшемі 5-5 см. Ортасынан 2-ге бөлеміз. Бұл біздің матаны үнемдеуге көмектеседі. Ең алдымен астарымызды 4-ке бүктеп із қалдырып аламыз. Астардың қаттылау түрін таңдағанымыз дұрыс, өйткені бетіне тігілетін матамыз кішкене жұмсақтау. Ең бірінші көзін дәл ортасына орнатамыз. Бірінші осылай 2 тігіс жүргізіп, көзін орнықтырып аламыз. Біздің ең бірінші білуіміз қажет нәрсе матаның төгін анықтап алу қажет. Жоғары төмен сипалау арқылы анықтаймыз. Төгі төмен қарап тұрған кезінде тіге бастаймыз. Лапкамыздың арғы жағындағы бөлігі лентаның шетінде тұру қажет. Осылай басында кішкене тігіс жүргізіп, одан кейін лентаны қиып алып тігу, және әр тігістен соң қайшымен қырқып отырмай, жіпті қиып отырмай, артқа жүргізіп отыру арқылы тігу әлде қайда ыңғайлы. Осылай жұмысымызды жалғастыра береміз. Екінші түсті лентамызды тігіп жатырмыз мына жерде. Лентамызды қиып алдық, тігісіміз жүргіздік. Қайырған кезде саусақпен лентаны итеріп отырамыз, өйткені кішкене бүктетіліп қалса, бос болып қалады лентамыз. Сол үшін саусақпен міне осылай итеріп отырамыз. Енді бізде қарама-қарсы түсіміз пепельный болғандықтан, бежевый матаның үстіне пепельный бұрышты қоямыз. Міне осылай. Пепельный лентаның екеуінің қосылған жеріне бежевый бұрышымызды қоямыз. Бұл жерде де лапканың бойымен тігеміз. Міне дәл осылай 3 қатар қайталаймыз. Осымен біздің 3 қатары тігісіміз аяқталды. Соңғы қатарға тек лентаның өзін тігеміз. Бұрыш қоюдың қажеті жоқ. Лентамыз астармен бірдей болу керек. Қазір тігіп болғаннан кейін қайтарған кезде бірдей болып шығу қажет. Сол кезде бізге өзімізге керекті өлшемді шығарамыз. Әдетте бұл өлшем біз 16-лық астарға тіккеннен кейін 15,5 см шығады. Егер барлық құрағыңыз осылай 15,5 см-ден шықса, бір-біріне қосу, бұрыштарын дәл келтіру ыңғайлы болады. Мінекей соңғы лентамызды тіктік. Енді лентаның шетін өте жіңішке етіп, астарға біріктіріп тігіп шығамыз. Өйткені біздің астарымыз бен лентамыздың өлшемі бірдей болды ғой. Енді осыны астарға
тігіп шықсақ, бізге құрағымыз дайын болады. Мінекей құрағымыз бітті. Егер сіздерге менің тіккен құрақтарым ұнаған болса, онда каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып отырыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, пікірге жазыңыздар, оны міндетті түрде оқимын.